Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында осындай шоколадты финиктің жасалуын көрсететін боламын. Ең алдымен бізге финики және жаңғақ дәндер керек болады. Бұл менде королевский финик. Дәндерді мен алдын ала жуып, духовкада кептіріп алдым. Финикті де жуып кептіріп алдым. Мен осындай екі шоколадты қолдана алатын боламын. Және бетіне әрлеуге осындай кокосовый стружка мен фисташканың ұнтақтарын қолданамын. Алдын ала осылай финикті ашып, арасындағы сүйегін алып тастаймыз. Пышақтың көмегімен де осылайынан алуға болады. Яғни финиктің ортасынан бөліп, пышақпен көріп тұрғандарыңыздай. Осылайынан ашып, ішіндегі сүйегін алып тастаймыз. Не болмаса, шпажканы да қолдануға болады. Менде шпажка сияқты осындай темір бар, маған осы ыңғайлы. Осылайынан финиктің бас жағынан кіргізіп, мына жағынан өстіп сүйегін алып тастаймын. Барлығын осылай сүйектерін мен тазалап тастаймыз. Барлығын сүйегін алып, көріп тұрғандай осылайынан тазалап тастаймыз. Енді осылардың іштеріне дайын тұрған дәндерімізді саламыз. Егер пышақпен аршыған болсаңыздар, өстіп екіге бөліп, өстіп ортасына салып, жауып қоюларыңызға болады. Енді әр финиктің ішіне осылай дәндерін салып шығамыз. Егер финиктіңіз үлкен, дәндеріңіз кішкентай болса, осылайынан екеу салуға болады. Егер дәндеріңіз үлкен болса, біреу де жеткілікті. Менің видеом сіздерге ұнап жатса, менің келесі пайдалы рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Финиктің ішін барлығына дәндеріміз салып болдық. Енді шоколадымызды дайындаймыз. Шоколадымызды микроволновкаға ертіп алсақ болады, не болмаса бұл ваннасына ертіп алсақ болады. Енді бір финикімізді өстіп саламыз, вилкамен араластырып, шпажканың көмегімен, не болмаса вилканың көмегімен өстіп алып, астындағы артық шоколадтарын алып тастаймыз да. Осылайынан қоямыз. Әр финикті осылайынан малып, артық шоколадтарын алып, қойып шығамыз. Менде бұл бельгийский шоколад. Сіздер Қазақстан шоколадында, плиточный шоколад, кез келген шоколадты қолдануға болады. Енді шоколадымыз қатты қалмай тұрғанда үстін әрлейтін боламыз. Осылайынан жаңғақ қойсаңыздар болады. Мен миндаль қойдым біріншісіне. Мынандай грецкий орех қоюға болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Не болмаса сурет салуға болады. Сөйтіп қойып шықтым. Шоколад қатпай тұрып, алдын ала осылай қойып қою керек. А то шоколад қатып қалса, онда дәндеріміз жабыспай қалады.
Финиктарымыз міне дайын болды. Енді осыны жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. А егер асығыс болсақ, 10-15 минутқа морозильникке салып алуға болады. Міне шоколадты финиктарымыз дайын болды. Енді осылайынан әдемілеп коробкаға салып, қонаққа апарсақ та болады. Сіздермен болған Жансая. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.